Сәлеметсіздер ме, құрметті оқушылар? Бүгінгі сабақтың тақырыбы сын есім. Сабағымызды бастамастан бұрын менің YouTube каналыма жазылып, қоңырау басуды ұмытпаңыздар. Олай болса, сабағымызды бастайық. Мәтінді түсініп оқы. Мен ол ағашты көрмегелі 10 шақты жылдай болыпты. Жаяу баралық, қасиетті ағаш қой, деді Жамбыл ата. Ағашқа жақындағанда шошып қалды. Біреу балтамен ағашты сарт-сұрт шауып жатыр. Әй, тоқта, сен өзі дені сау адамбысың? Ағашқа неге балта шабасың? Жамбыл ата екенсіз ғой, кешіріңіз, мен бір бұтағын кесіп жатыр едім, деді жігіт. Жамбыл ата: ал, жігітім, жөніңді айтшы, бұл Сүйінбай атаңның еккен ағаш екенін білемісің? Деді. Білемін, жәке, біз ауылымыз болып бұл мәуелі ағашты қасиет тұтамыз. Қураған бұтағын кесіп тастаймыз. Күн ыстықта осы ағаштың көлеңкесінде дем аламыз, деді жігіт. Төмендегі тапсырмаларға назар аударайық. Мәтін мазмұны бойынша бір-біріңе сұрақ қой. Бірінші, Жамбыл ата қайда бара жатты? Екінші, қасиетті ағаш кімнің ағашы? Ағашты не үшін кесіп жатыр? Келесі тапсырма, мәтінде аты аталған адамдар туралы не білесің? Бұл жерде Жамбыл ата мен Сүйінбай атайы екеуі де сондай айтыскер, ақын кісілер болған. Жамбылдың ұстазы Сүйінбай Аронұлы. Жамбыл Жабаевты біз 100 жасаған Жамбыл ретінде танимыз. Жамбыл Жабаев туралы айтып бер. Сүйінбай туралы дереккөздерден ақпарат жина. Мәтіндегі сын есімдерді тап, сұрақ қой. Бұл жерде мәтінде сын есімдер: қасиетті ағаш, қандай ағаш? Қасиетті ағаш. Келесі, мәуелі ағаш, қандай ағаш? Мәуелі ағаш. Демек, мәтінде сын есім қасиетті, мәуелі деген екі сын есім бар екен. Ал Жамбыл Жабаев және Сүйінбай Аронұлы туралы мынадай деректер келтіре өттім. Өздеріңіз осы жерден оқып, керекті мәліметтерді ала аласыздар, көре аласыздар. Келесі 46-шы жаттығу, мәтінді көркем жаз. Сүйінбай Аронұлы ақиық айтыс ақыны. Жасынан жыраулығымен елге танылған. Мұхтар Әуезов оны айтыс өнерінің алтын діңгегі деп атаған. Құрметті оқушылар, осы мәтінді дәптерлерімізге әдемілеп жазып аламыз. Бұл жердегі сын есімдерді тауып астын сызайық. Ақиық айтыс ақыны. Қандай айтыс ақыны? Ақиық. Өнердің қандай діңгегі? Алтын діңгегі. Демек, бұл жерде екі сын есім бар екен. Біреуі ақиық, екінші алтын деген. Осы екі сын есімнің астын сыза қойыңыздар. 47-ші жаттығу, мәтінді оқы, ат қой. Мәтінге тоғай іші деген атау береміз. Себебі бұл мәтінде тоғай ішіндегі оқиғалар суреттеледі. Олай болса, мәтінді оқиық. Екі бала тоғайға бардық. Қарағайдың, түрлі өсімдіктің жұпар иісі мұрынды жарады. Аласа бұталардың арасынан сұр торғай, көк шымшықтар пыр-пыр ұшады. Анадайда ала қанат тоқылдақтың тоқылы естіледі. Тоғай іші көңілді. Бұл мәтіннің қай түріне жатады? Бұл мәтіннің әңгімелеу деген мәтіннің түріне жатады, яғни әңгімелеу мәтіні. Мәтіннен сын есімдерді тап, олар қай заттың сынын білдіріп тұрғанын айт. Бұл жерде өсімдіктің жұпар иісі мұрынды жарады. Қандай иісі? Өсімдіктің жұпар иісі. Бұл өсімдік деген сөздің сынын білдіріп тұр. Аласа бұталардың. Қандай бұталардың? Аласа. Бұл жерде аласа деген сөз бұталардың деген сөздің сынын білдіріп тұр. Сұр торғай. Қандай торғай? Сұр торғай. Бұл торғайдың сынын білдіріп тұр. Көк шымшықтар. Қандай шымшықтар? Көк шымшықтар. Бұл да шымшықтың сынын, яғни түсін білдіріп тұр. Анадайда ала қанат тоқылдақтың тоқылы естіледі. Қандай қанат тоқылдақтың? Қандай тоқылдақтың? Ала қанат тоқылдақтың. Бұл да тоқылдақтың қанатының түсін білдіріп тұр. Тоғай іші көңілді. Тоғай іші қандай? Көңілді. Бұл да тоғай ішінің сынын білдіріп тұрған екен. Келесі жаттығу, 48-ші жаттығу, шығармашылық үзіліс. Пішіндерге сәйкес әріптерді қойып оқы. Осы сөзді сын есімдерді пайдаланып сипатта. Бұл жерден ала тау деген сөз шығады. Енді ала тау сипаттап жазайық. Іле алатауы әдемі табиғатымен ерекшеленеді. Тау ішінде бұлақтар, сарқырамалар, мөлдір таза көлдер, ағысы жылдам өзендер бар. Әдемі көлдері үлкен Алматы және Жасыл көл. Алатаудың етегінде Қазақстанның ірі қаласы Алматы орналасқан. Алматы қаласы ауыз суын үлкен Алматы көлінен
алады. Қандай көлдер? Мөлдір таза көлдер, иә? Бұл жерде мөлдір таза деген сын есім болып тұр. Әдемі көлдері, қандай көлдері? Әдемі көлдері деген сөздер сын есімді болып тұр екен. Құрметті оқушылар, осымен біздің бүгінгі сабағымыз аяқталды. Келесі сабақта жолыққанша аман сау болыңыздар.